Бүгінгі күндеріңізге береке тіледім. Бүгін бізде алтын түстес қытырлақ жасалуы өте қарапайым балық қору рецепті. Судак балығы мен жылан балығын алдым. Алдын ала сырты да іші де жуылып тазаланған. 5-6 сантиметр көлемінде кесіп шығамыз. Көбісі балықтың иісі жаман, қолыма сіңіп қалады деп тазалауға ерініп жатады. Балықтың пайдасы өте көп. Сіздерге осы жерде лайфхакпен бөлісе кетейін. Лимон балықтың иісін кетіреді. Лимонмен сүртіп шығасыздар. Полный иісті алады. Енді лимонмен сүртіп қолдарыңызды балықты жиі жеп тұрыңыздар. Пайдасы өте көп. Жасалуы да өте қарапайым. Артық еттерін, қанаттарын алып тастайсыздар. Балықты өте қатты қалың қылмай, арасын жұқалатып кесіп аласыздар. Осымен балықтарды кесіп алдық. Енді тұздап шығамыз. Тұзы сіңгенше жарты сағат көлемінде қойып қоямыз. Балықты қуыруға кляр жасаймыз. Мен 2 дана жұмыртқаны алып, тұз қостым. Жақсылап араластырамыз. Жарты стакан көлемінде су құйдым. Қара бұрыш, қызыл бұрыш қосып араластырсаңыздар өте күшті дәм береді. 5 қасық осындай толтырып ұн салдым. Енді осы ұнды жақсылап араластырамыз. Klярымыз дайын болды. Алдын ала табамызға май құйып, астын баяу отта майды қыздырамыз. Астын қатты қоймаңыздар, жай қойсаңыздар. Жақсы піседі балықтарыңыз. Қатты қойсаңыздар, сырты пісіп, іші піспей қалады. Жаңағы клярға аунатып, осылай қуырып аламыз. Бетін міндетті түрде жауып қоясыздар. 5 минут көлемінде пісіреміз. Екінші бетіне аударамыз. Міне осындай алтын түстес болып
әдемі болып қуырылып жатыр. Осымен балықтарымыз дайын болды. Бетіне пияз турап балықтарымыз өте қытырлақ, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетсеңіздер қуанып қаламын.